Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін барша түркі тілдес елдер тойлайды. Түбі бір түркі әлемін рухани және мәдени тұрғыдан жақын етіп отырғанда дәл осы мереке. Биылда туыс елдердің халықтары өздерінің ақпейілдерімен меймандостығын паш етті. Бұл жылы Стамбул қаласының жұртшылығы да мерекені ерекше атап өтуде. Түркиядағы қазақтар да ұлыстың ұлы күні бас қосып, атадан қалған дәстүрді жалғаған еді. Бұл іске жыл сайын Түрксой халықаралық ұйымы да өз үлесін қосып келеді. Туысқан түркі халықтарының Наурызды тойлауы жөнінде Стамбул қаласындағы тілшіміз Ержан Жүніс баяндайды. Ұлыстың ұлы күнін түркі жұрты түгел қарсы алды. Наурыз келіп, тіршілік атаулыға жан бітті. Табиғат ана жаңарып, жыл басы басталды десті. Ендеше ескі жылды артқа тастап, жаңа жылға қадам басқан түркі әлемдегі Наурыз қалай өтті, несімен ерекшеленді? Қысқаша шолу жасап көрелік. Әзірбайжанның бас шаһары Бакуде өткен Наурыз тойы қала тұрғындарымен бірге бір қатар елдерден келген туристердің басын қосты. Жиылған көпшіліктің назарына халық фольклорынан театрландырылған көріністер көрсетіліп, қолөнер шеберлерінің туындылары көрмеге қойылды. Бакудың бас алаңына келген халыққа жылдағы дәстүр бойынша тәтті таратылды. Әзірбайжандықтарға ұлыс күнін ұлан асыр тойлау үшін бір апта ресми демалыс беріліп отыр. Ұлыс күні ұлт пен ұлысты біріктіретін адамзаттың ұлық мерекесі. Ежелден араздасқан ағайынды татулыққа, ынтымақ пен бірлікке шақырып, ақ дастархан басына жиып отырған. Биыл Түркменстанда өткен Наурыз мейрамының мерекелік дастарханына Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары Қасым-Жомарт Тоқаев, Иран, Ауған, Тәжікстан мен Пәкістан және Татарстанның мемлекет басшылары қатысты. Конференцияда сөз алған Түркмен президенті Құрбаноғлы Бердімұхамедов Наурыз халықтар достығының мейрамы. Бүгінгі ұйымдастырылған дүбірлі той өзара ынтымақтастық байланысымызды күшейтеді деп сенемін деді. Концерттік бағдарлама барысында мәртебелі қонақтардың назарына түркмен мақтанышы Ақал Текенің биі көрсетілді. Алашапанды ағайын көктем мерекесіне елден ерек әзірленіпті. Күн райы да мерекелік күй шилады. Ташкендегі Алишер Наваи ұлттық саябағына жиылған көпшілік мерекеге орай ұйымдастырылған ұлттық ойындар мен Наурыз қойылымын тамашалады. Барлық келушілерге Наурызға арнайы басылған палау мен сөмелек ұлттық тамағы таратылды. Наурыз Түркияда ресми мереке емес, алайда бұқара халық мейрамды жыл сайын кең көлемде атап өтеді. Барлық қалаларда Наурызға арналған мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылады. Ақын жыршылар, танымал әншілер өнерін көрсетеді. Халық ұлт аспаптары давыл мен зурнаның сүйемелдеуімен қалай ұлттық биін орындап, ұлыс күнін қуанышпен қарсы алады. Түркиядағы Наурыз ел тарихынан сыр шертер театрландырылған әскери шерулермен де есте қалады. Бурса қаласында өткен Наурыз халық ойындарының фестивалі ретінде көрнекті қойылымдармен ерекшеленді. Ал Стамбулда Түрксой халықаралық ұйымының қолдауымен бауырлас шетелден келген өнерпаздарының қатысуымен қош келдің әз Наурыз мерекелік концерті өтті. Негізгі мақсатымыз ушул ел аралық достықты бекемді, ушул оор заманда ушул эл маданияты менен бири-бирин бириктирүү үчүн баарыбыздын маданиятыбыз ушундай бекем болуш үчүн атайын Турцияга келдик, өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтүп, комузубузду алып, биз Кыргызстандан, толтур өлкөлөрдөн келишти. Ар бир өзүнүн маданиятын жана өзүнүн тилин көрсөтүп аткан убагы. Концерттік бағдарлама жоғары деңгейде екендігін атап өткім келеді. Өйткені биылғы Наурызға әр елдің мықты өнерпаздары жиылыпты. Барлығы ұлттық өнерлерін көрсету үшін барын салуда. Біз Ирактан келдік. Орындайтын топтық биіміз көрермендердің көңілінен шығады деп ойлаймын. Барша халықты Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Мерекелік концертте қазақ, қырғыз, тәжік пен түркмен, башқұрт және ұйғыр халықтарының ұлттық өнері көрсетілді. Ұйымдастырушылар түбі бір түркі елдері өнерпаздарының қатысуымен өткізілетін концерттің ауқымы жыл сайын артып отыр дейді. Зейтінбұрын ауданындағы қазақ түркілер қоғамының балалар мәдениет орталығында Наурыз мейрамына дайындық қызу жүріп жатыр. Өйткені бұл бүлдіршіндер Наурыздың 26 күн өтетін концерттің бас кейіпкерлері. Қазір олар тәрбиешілермен бірге Наурыз жырын орындауға дайындалуда.
Kıştın habercisi, жаздың habercisi Navruzların kutlu olsun. Navruz toyların berekeli olsun. Amin, amin. Түркияда 20 мыңға жуық қазақ тұрады. Ата жұрттан қашық болсақ та, ата дәстүрге берікпіз дейді олар. Ұлыстың ұлы күнінде Қадыр Кезердің үйіне бір топ ағайын туыстары құттықтай келді. Алла бәрімізге қайырлы болсын, жаңа жылымыз. Бала чағадарымызға, содан қуанышты болып бәріміз өзі өлеңімізді айтып, тойымызды жыйынап, қазақ баласына, бүтін түрк дүниясына қайырлы уğurlu болсын. Әз Наурыз мәні мен мағынасы терең халықтық мереке, және кез келген ұлттың салт дәстүрімен сабақтасып-ақ тұр. Ержан Жүніс, Хамит Аяр, Түркия, Стамбул.